Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай шоколад қосылған печенье әзірлейтін боламыз. Бұл печенье өте дәмді болып шығады. Әсіресе балалардың сүйікті печеньесі деп айта аламын. Жасалуы да тез. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майды салып, үстіне қантты және де жұмыртқаны салып араластырамыз. Үстіне бір стақан ұнды салып, басында шаншқымен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Шоколадты осылай ұсақтап турап аламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі алда осындай тез дайындалатын әрі дәмді тағамдардың рецепттерін шығаратын боламын. Қамырымызды қолымызбен осылай дөңгелек пішінге келтіріп, пергамент төселген формаға саламыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінеки біздің печеньеміз пісті. Әсіресе шай ішкен кезде бұл печенье күшті желінеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.